Ұстаз ұлық емес, ұлы қызмет. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогикадан, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Ұстаздық жай ғана сабақ беру емес. Ұстаздық дегеніміз кез келген жағдайда эмоцияны сақтай білу, шәкірттердің жүрегіне дұрыс жол таба білу. Ұстаз талантты болса, шәкірт талапты болады. Ұстаздық өз талантыңмен шәкірттердің шығармашылығын шыңдау. Өз кезегінде ерекше қабілетіңмен тәнті ету, оқушы жүрегін баурап алу. Ұстаздық шәкірттеріңді жан тәніңмен жақсы көруден жалықпау. Жүректерге жылулық пен көңілдерге қуаныш сыйлау. Өз уақытың мен энергияңды орынды пайдалануды үйрену. Білім алушыларды уақытылы, орынды әрі әділ бағалау. Ұстаздық тыңдай білу, тыңдауды үйрету. Әріптестермен кәсіби түрде тәжірибе алмасу, ұдайы ізденісте жүру. Ұстаздық шәкірттердің ыстық ықыласына бөлену. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Ұстаздық ұрпақтар сабақтастығы. Қазіргі ұрпақпен бір толқында болу. Заман туып, білім озған білектен, біз білімді жеткіземіз жүрекпен. Әлі-ақ өсіп, түлеп ұшар шәкірттер, ел жолында гүл еккен.